hürmetli breylerin katılımcıları, жалпы бүгін біз ұзақ мерзімде 4 айдан бері ойынымызды жалғастырып келе соңғы финал ойынына да келіп жеттік. Яғни білесіздер, кез келген нәрсенің бастауы және соңы бұл өте үлкен жауапкершілікті арттырады. Сондықтан мен осы нені бастап, осы жерде сендермен бірге аяқтайын деп жатқаныма өзім өте қуаныштымын. Және барлық командаларға сәттілік тілеймін. Ал енді брейли-лигтің бүгінгі неде қойылып жатқан тақырыптарға 7 тақырып қойылған. Және балаларымыз әлемде 8 сыныпта 3 ұпай, 9-ада 7, әлде 11, 10-ада 9, 11-де 15 ұпаймен соңғы турда аяқтаған болатынбыз. Осыдан ары қарай бүгінгі турлар қосылып, соңғы нәтиже бойынша жеңімпаз анықталады. Жеңімпазға біз өзіміздің атымыздан ауыспалы кубок тігіп жатырмыз. Бұл кубок мына жерге қай команда жеңетін болса, сол команданың аты жеңген жылы жасырылып, бұл 4 жылға жарамды болады. 4 жылдарынан 4 бұрышын толтырып шығамыз. Сондықтан осы кубокты жеңіп, кішігірім өзіміздің көңілімізді көтереміз деп ойлаймыз. Және де кішігірім дипломдармен ең үздік ойыншыға айналған марапатымыз да бар. Сонымен тағы да айта кететін брейли-лигте күннен күнге яғни не дейміз, мынау өзгерістер болып жатыр. Ол өзгерістердің барлығы біз үшін былайша айтқанда ол табиғи нәрсе деп қабылдаймыз. Кез келген нәрсе бірден қалыптаспаған. Біз өткен турда естеріңде болса 5 вариант, 6 вариант шығарғанша жазатын болған еді. Дұрыс па? Ал бұл турда дәл сол қайталанады. Бірақ өткен турда дұрыс варианттар шығып қалып отырғандар болды. Сондықтан біз бір вариантқа нақты фокус қоямыз, белгі қоямыз да. Сол варианттың ішінде дұрыс вариант, басқа варианттардың ішінде ол дұрыс болмай, басқа вариант ішінде дұрыс варианттар болатын болса, оған 1 ұпай беріледі деген сигнал береміз. Және де енді тапқан адам, тура соны тапқан адам, тура соған ишке қойған адам болса, сол дұрыс болатын болса, оған 2 ұпай автоматты түрде беріледі. Ал ағылшыншысын табатын болса, 3-ші ұпай қосылады. Түсінікті ғой, ә? Яғни 3 ұпайды бірінші қазақшасын дәл табатын болсақ, 2 ұпайды бірден аламыз. Ағылшыншасын табатын болсақ, дәл соны 3 ұпайды аламыз. Ал жаңағы ішінде жоқ бол, варианттың ішінде соның қазақшасы болатын болса, ол командаға 1 ұпай беріледі деген өзгеріс ендірді. Командаларға болған қаржылық жоқ шығар, ә? Жоқ. Яғни бұл енді Құдай қаласа өзіміздің сайлану үшін жақсы деп ойлаймын, себебі өткенде біраз кемшіліктер айтпегенелер болды. Ал онда командалар дайын болатын болса, 7 сұрақты бірінші сұрағына кезекті берейік. Барлықтарыңызға тағы да сәттілік тілей отырып, бірінші сұрақтан олар не келсін, қолға қойып. Бірінші тапсырма көгерген көшет деп аталады. Естеріңізде болса, соңғы тақырыпта біз келін мен енелерін жаққан болатынбыз. Енді бұл келін мен күйеуге қатысты тақырыптар қашан болады. Ал онда мұқият тыңдаймыз. Жаңадан үйленген 2 жас алғашқы айларында тұрмыстарының өздері ойлағандай болмай шыққандығын түсіне бастады. Негізі бірін-бірі жақсы көретін, екеуі де ажырасуды қаламайтын. Бірақ бұдан әрі де бұлай жалғасуын тоқтататын шешім іздеді. Елі маған бір ой келді де, басшыға бір ағаш отырғызайық. Егер бұл ағаш 3 ай ішінде қурап кетсе, ажырасайық, қурамай өніп кетсе, бұдан бұлай бұл тақырыпты қозғамайтын болайық. Ал бұл мерзім ішінде екеуміз 2 бөлек бөлмеде тұрайық. Бұл келіншегіне де ұнайды. Ертеңіне бір жеміс көшетін алып, бірге басшыға отырғызады. Арадан біраз ай өтеді. Бір түні екеуі басшыда кездесіп қалады. Сол кезде екеуінің қолында да мына нәрсе бар болады. Не нәрсе бар еді, соны табамыз.
Sınavda yoktur ne bu? Kim aytadi? Kimga javob beriladi? Hozir eng üzdük o'yinchini aniqlashda ma'lum qiyin. Aradan biraz ay ötkende bötünü bakşadan kezdesip kaladı. Ekebinin kolunda da su dolu bidon varlar. Su degen cevap kalırlarda, tarıklarında bir şüphemin canal emes жақсы басталды. Bu söz, o meselesinde hiç kanday özgürlüğe gelmez. Sonuçta turist ары қарай жалғасады. Келесі тақырыпқа көшейік. Стресс сабағы деп аталады. Профессор оқушыларына стресс туралы сабақ өтуде. Стаканға су толтырып, тыңдап отырғандардан сұрады. Қалай ойлайсыңдар? Мына су толы стаканның ауырлығы қанша? 20 мен 500 грамм арасында деген жауаптар беріледі. Одан кейін профессор былай дейді. Нақты ауырлығы маңызды емес. Мұның ауырлығы стаканды қолда қанша уақыт ұстап тұра алатынына қарай өзгереді. Егер мен бұл стаканды 1 минут ұстап тұратын болсам, ештеңеге ете қоймайды. Бірақ 1 сағат ұстайтын болсам, оң қолымның ауырып қалатыны анық. Егер 1 күн бойы ұстап тұратын болсам, онда жедел жәрдем шақыруға тура келеді. Көріп тұрғанымыздай, стаканның ауырлығында ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бірақ кез келген жүкті қаншама ұзақ ұстап тұрсаңдар, ол сендерге соншалықты зілдей келеді. Егер мына нәрсені әрдайым алып жүретін болса, ақыры 1 күнді көтере алмайтын жағдайға келеміз. Бұл бір ғана жүктің ауырлығы барған сайын көбейіп, одан да ауыр бола бастайды. Демек, бұл нәрсенің шешімі стаканды қойып, бір мезет дем алған соң қайта алу. Үйге қайтқанда жұмыстағы бұл нәрсені сыртта қалдырыңдар. Егер үйге алып кірмеңдер. Үйде сол нәрседен арылып, дем алған соң ертең қайта қолға алуға болады деген дәріс берген екен. Жаңағы жасырылмышы мына нәрсе деп айтылып жатқан нәрсені табу сендерге қойды. Не нәрсені әрдайым алып жүретін болса, ол нәрсенің шешімі деген. Жұмыстағы мына нәрсені сыртта қалдырса, үйге келгенде сол нәрседен арылса деген нәрсе не нәрсе?
Bu burada bir cevap değil ama problema degan cevap bergen. Hayvanlarla why hayva degan ağızcası problem berdi. Sen hadi su degan barat qaytdan berdi. Ağızcası bilmeyecek mi? Bu olmasa problema. Жаздыңыз ба? Ана кабинетте пизга бар. Ben 8 ayda kurs var. Qaysı? Qaysı wayın dedi. O canlı kaçıncı yok? Ben kaçıncı? Hadi gelin. Ben salamatçısın da. Ana fizika kabinetine kiresiz vakti. Ana bu zaman apaya gelin dedi. Bu narsenin ardayın alıp жүрүү, bu narsenin şeşimi, onu sırtta kaldırуу, videodan arılуу деген нәрсенің барлығы шешім, ненің шешімін шығару керек еді, проблема еді ғой. Мыналардың жауаптары онады ағылшыншасына бір балл береміз, қазақшаны бөлісеміз. Мыналарға 3 ұпай, 3 ұпай, басқалар олай қалады. Тоғызда 3 ұпай жинап, 13 очкоменен жағдайларын жасапты.
Odan keyin 13 ochko bo'ldi, 12 o'rinda turib 11lik 3 ball jinglar 20 meni arada uzoq Al onda 3-chi so'roqqa keldik. Ya, o'yinda Tak, aslında kremi degan taqib. Televiziyadan tikilib efirda reportaj yurgizib жатыр. Diktorning qo'lida mikrofonni jas bir qizga usundi. Aslında taqibida bir zertteu yurgizudamiz. Әсіресе терінің сұлулығы неге байланысты деп ойлайсыз? Әлі жеткілікті мөлшерде табыс таппайтын болғандықтан бетіме қияр қабықтарын жапсырамын. Кейде қияр кремін қолданамын. Сондықтан жылтырап тұр. Әрине. Диктор жас әйелге бар. Сізше, ханым, сіздің де бетіңізде ерекше күтім жасайтын сияқтысыз деп сұрады. Мен қымбат кремдер қолданамын. Орта жастағы әйел араласып. Бұрын мен де солай жасағанмын, қызым. Бірақ терінің ылғалдығы көп кетіп қалған болу керек. 3-4 жылдан кейін терім босап қалды деп қарсы шықты. Бірақ теріңіз жаман емес сияқты. Пластикалық операция деген естіп па едің? Терімді табу үшін пышаққа аз түсті дейсің бе мені, дейді. Диктор маркеттің сөрелерінде зат қойып жатқан бір жас үлкен әйелді көреді. Өзі жұмыс істейтін арнаға көп жарнама беретін косметикалық фирмаларын ренжітпеу үшін сол жаққа барып. Апай, тері күтімі туралы зерттеу жүргізудеміз. Сіз ұлғайған жасыңызға қарамастан осындай әдемі болып сақталған бетіңізге қандай крем жағасыз деп сұрады. Әйел мына жерін жөндеп, мен бетіме крем сүртпеймін балам. Мен бетімді жай намазға сүртемін деді. Әйел қай жерін жөндеп бұл сұрақ жауап берген болды. Түзелсін деп айтасыздар, қайбір ауылымыз жүрді. Түзелетін адам түзетіп жүреді. Так, 11-ші сыныпта денсаулық орамал бет көмір деген варианттар шығып, орамал деген варианттар қалыпты. 11-де де қате өмір бет орамал крем деген варианттар шығып, крем вариантына тоқталыпты. Жоғыда да мінез киім бетін орамал шаш деген варианттар шығып, орамалға тоқталыпты. Жоғыдадан ниет, түр, әлбет, шаш, көз барас деген шаш деген вариант. Сегіздер жүрек орамал, жүзін, жүрегін жөндетті, бағырын, мінез, көйлегін жөндетті. Басқаларға шықмаған варианттар болған кезде оқыласың. Не бір варианттар шығады ойласақ. Так, онда дұрыс вариантын оқиық. Сіз ұлғайған жасыңызға қарамастан осындай әдемі болып сақталған бетіңізге қандай крем жағасыз деп сұрады диктор қыз. Әлгі әйел орамалын жөндеп орамал деген вариант. Кездесті. Сегізінші сынып орамал деген вариант берді, ағылшынша жоқ 2 балл беріледі. Одан кейін 9 әге 2 балл беріледі. 10 сынып ішінде вариант болғандығы үшін тағы да 1 балл алады. 11-ші сынып 3 балл алады, ағылшынша сынып дұрыс. 24 14 9-шы әсілі 2-ші орында әлі бергеге батыр. Жалпы қазір оларды 16 ұпай көп батыр. 3-ші орында 10 ге батыр. 9 қақа 13 ұпаймен қалды бұда. 8-а оларға жайлап 8 ұпаймен әрекет жасап келді жатыр. Солғынсан жиналайық. 3-ші сұрақ поэзиялық сұрақ. Тақырыбы
Тойдағы тілек деп аталады. Зорда болса берілмайды. Ал оны ұятпайды. Үйде думан, ал далада түнтінек, үйір бұлт көшеді дүркіреп, қатал бұлттар қақарланса күркіреп, жастықтар жылап алып сіркіреп, күші көптер, күрес іздер қайда да, әлсіздерді иығынан сілкілеп, үйде думан, сенің туған күніңде кезегімен мен де айтайын бір тілек. Дейді біреу қатарының алды бол, дейді біреу балалы бол, малды бол, денсаулықта ашық аспан тіленді, не қалды екен, не айтам енді мен, бала едің, бас болуға бол қамдар, кезеңдесің, кезің келді жол таңдар, бір айдында күн кешеді түр-түрлі, ит балықтар, ат қайрандар, шортандар, қапа айтсам кешір көмір қапалы, дарындар бар танылмаған аталы, аттай күші жылқысуға жұмсалмай, жат қайғысы жанына шын батады, көңілі жаз, жауған қардай ағары, жауына да қаһары жоқ қаһары, олжалап жау сыбағасын жатса да, ол жағына жоқ дейтіндей шатағы, сөйте тұра жан аяулы сол жазған жамандардың қатарына жатады. Біреулер бар, ел басшысы ел алды, жалау етер өздерінде жоғарды, қара құстай қалықтар қыр көрсете, қырандардың мекенінде жоғарғы, құйындаған қулық айда қолданып, бұйырмаған сыбағалан мол алды, тұлпарлардың қазық қағып жолына жазды күнақ жасай берді сонарды, соның бәрін біле тұра момын ел, жақсы жайсаң деп жатады оларды. Опасыздар отыр төрде орнығып, әлжуазға әдемілеп тор құрып, қор қызындай жаны сұлу жандардың жанарларын жаутаңдатар қор қылып, көлгірсейді, мысқылдайды, кергейді, дербелейді дегеніне көндіріп, бір айдында жүзер шабақ жайындар, бір ілгері, біреулері соң жүріп, жануарлар әлсіз болса құдайдан, ал адамдар әлсіз болса сорлылық. Бәр алдында сан қуаныш талай мұң, мен білмеймін кешеріңді қалай күн, түнегіне көңілдерін жол тартсын, жүрегінен шашыраған арай нұр, шырқар болсаң, шырқар биік таңдап ал, сандуғашы болып қалмай сарайдың, өміріңе мынаны тілей отырып, жеңімпаз болып шыққаныңды қалаймын деген. Өлең жасырылады. Өміріңе мынаны тілей отырып, жеңімпаз болып шыққаныңды қалаймын. Өміріне не тілеп, жеңімпаз болып шыққаныңды қалай деген сұраққа жауап береміз. Шырқан болсаң, шырқау биік таңдап ал, сандуғаш болып қалмай сарайдың, өміріңе мынаны тілей отырып, жеңімпаз болып шыққаныңды қалаймын. Бақыт, денсаулық, жеңіс, мән мағына биік ел біреудің шыққан вариантына бола ма, болмай ма деп сендер пікір айтуға вообще тұра болған жоқ. Бақыт, күш, денсаулық, сәттілік, еркіндік деген варианттар. Сәттілік, бақыт, жақсылық, білімді, мына жерде абырой деген ба? Иә, абырой. Мына жерде бақыт деген жеңіс, денсаулық, шаттық тілей отырып деген. Денсаулық, білім, иман, жеңіс деген әңгімелерді дұрыс вариантқа көшейік. Денсаулық та ашық аспан тіленді деп айтып кеткендер ғой. Иә, денсаулық, мал тіленді олар. Денсаулықтан басқалар артық болып тұр. Дұрыс вариантқа берейін. Бәр алдыңда сан қуаныш қалай мұң, мен білмеймін кешеріңді қалай күн, түнегіне көңілдерің жол тартсын, жүрегіңнен шашыраған арай нұр, шырқар болсаң шырқау биік таңдап ал, сандуғаш болып қалмай сарайдың, өміріңе күрес тілей отырып,
Dördüncü сұрақ бітті. Кейінгі сұрақтарға кетеміз. Бүкіл дүниенің түзелуі деген тақырып қойылған. Мен астарында өте мықты қойылған сұрақ болмаса отында деп айтуға болады. Бүкіл дүниенің түзелуі. Айтып жатамыз ғой, мынаны түзеу керекпіз, ананы түзеу керекпіз, экология деп. Осының барлығын бір-ақ сөзбен жеткізген. Bir апталық жұмыс күннен қажыған адам жексенбінің таңында қолына газет алып шаршаған басы күні бойы үйде отыруды ұйғарады. Дәл осы ойлап отырғанда баласы жүріп келіп паркке қашан баратынын сұрайды. Әкесі оған демалыс күні паркке алып баратын уәде берген болатын. Бірақ мүлдем сыртқа шығуға зауқы болмай бір сылтау іздейді. Кейін газет бетіндегі дүниежүзілік карта көзіне түседі, картаны майлалап жыртып баласына: "Егер картаны құраса, сені паркке алып барамын" деді. Өзі іште жақсы тұтылынау енді бұның мықты география профессоры да кешке дейін құрай алмас деп ойлады. Арадан 10 минут уақыт өтісімен-ақ баласы жүгіріп келіп: "Әке, картаны түзедім, енді барсақ болады" деді. Әкесі алдымен сенбей барып көреді. Көргенінде таң қалып, қалай түзегенін сұрайды. Сонда бала былай деп жауап береді: "Маған берген картаның артында бір нәрсе бар еді. Соны түзегеннен сүйет өзінен өзі шыға келді. Сол не нәрсе деген сұрақ қойды." Ағай, баланың жасы неште? Ненің сүйреті деген сұрақ қойды.
Ya bu bir sınıfta cazu, san, süret, anasının süreti değil mi, parkın süreti değil mi, söz süret. Nerede miydi? Neyin süreti? Saya baktım ben, şimdi cazu dedim ben. Cazu dedim ben böyle götürdükçe, her de sudan başlattı, parkın süreti, jo süret, dokuz dünyanın zülmü de. Sunay sözde? Sunay sözü oldu. Bir narsa bırakmazlar. Cazu atalı belirli jol деген bir to'q ada bo'lgan. Cazu bo'y suratlarni söyleyip sifir javobi degan yana boshlab deganlar kirgan ekan. Hozirda. Bana narsani söyleganda bugun dunyo yuzida tuzilib chiqa keldi deb balo aytadi. Bu yerde negizgi maqsad dunyoni tuzatish uchun eng birinchi odamni tuzatish kerak. Odamning surati bor edi altida. So'ndan avsbalı ma'noda kerak ma'noda odamning suratini tuzating degandan, ya'ni avsbalı ma'noda dunyoni tuzash uchun birinchi odamni tuzash kerak. Ekologiya zırlamanda adam kullanıyor demek çok. Dürüst bayat çok. Dürüst bayat çok. Ya son bir yeka suraklar. Öten. Tak, birinchisi siyah deb atalar. Nima? Siyah. Qatsa yosh yigitning qaltasına bir narsa salib jatib, Alloh senga rozi bo'lsin bolam. Bu otangning janodan tug'an deb quvantdim. Unda kichkina g'ana sevimni qabul olsang, odan da qattiq quvongan bo'lasan dedi. Yosh yigit jasaganisining siyohatini ko'rdim, avvalda sanab qo'ydim. Yo'l chetida jilab o'tirgan 4-5 yosh samasidagi bolalar arasida qolganim, o'g'illarni tushunib, qayda turganini so'rab, bilgandan keyin taksi yo'lda uyiga olib kelgan edi. Biroq yigit izlagan uyini topganda o'kinishdan joyi buzilib qo'yaverdi. Yo'l bo'yi qiyaldab kelgan avlasida basseyn, bag'al mashina turgan ulkan villaning o'rnida eski qiyrayin deb turgan uyishib turadi. Onun üstüne eshikni atasini ochib quvonchdan nemirasi quchoqlab, keyin og'asini aytib, yigitning qaltasida bir necha qadat tiyin solgan edi. Yigit söz boshida balaning aka-shesini yo'l apatidan qaza topganini bilib, ular arada shalg'izlab turgan paydalarning qaltasini qo'ldan bir sholib chiqadi. 3-4 dana tiyinlar qaltasining bir bo'shligida o'tirmagan edi. Yüzün jardayi bir qaraganda naqshalning kerak turganini belgiladi. Biroq eng bo'lmaganda taksining qarajatini ko'tarayotganday siyah bersa bo'lmasqa edi deb o'yladi. Qo'moqni siyah men chiqatini jo'sparlab kelgan yigitning xiyallari to'nkarilib ishni bir o't tona boshladi. O'yinda o'ta salom, shig'imsiz shalg'a kezitgan edi, yana da o'g'am mendeti turli dars berib kerak bo'ladi. Har ikkisining ko'zine tik qaragan bo'yda qaltasindagi tiyinlarda balaning oyoq ostida laqtirib jiberib, "Ma o'zingga kichig'irim o'yinchoq al. Oslaycha jo'martlikning ne ekanini tushunarsin" deydi. Kichkina bola tiyindan jinab olganda, haligi yigitning ko'zlari sharasini chiqib, ketirdi, adrayib ketadi. O'ytkana balaning kichkinagina alaqonida 3-4 dana mana narsa turgan edi degan so'roq berdi. Balaning qo'lida ne turgan 3-4 dana. Her bit var. Yani man bilmem nasıl. Ya şartlar bildim koydu. Ya sevgili sınıfta tiyin yaptı da aşağı diyelim denet soktu. O tiyin bir puan mı da mı?
Қалғанда дұрыс жауапты естейік. Кез келген мәселе адамның бойы жүйрік болады. Сондықтан адам көп нәрселерді соңына бармай жатыр. Ертерек біреу туралы пікір айтуға, шешім қабылдауға тастайды. Сондықтан ешқашан асықпау керекпіз. Кішкентай бала тиындар жинап алғанда әлгі жігіттің көздері шаруасынан шығып кетерде адырайып кетеді. Өйткені баланың кішкентай ғана алақанында 3-4 дана алтын жатыр. Алдыңғы турда упражнение команданы кесілген бірінші орын кім екенін уже шешіп қойды алдыма. Алтын дегеніңіз? Жаңатыздарда алтын деген вариант бар, кім берген айтыңыз? Айған. Сол үшін оларға 2 ұпай, 1 ұпай беріледі, кесілді. 9 әде алтын деген вариант жоқ бар, 3 ұпай беріледі. Алтын дейді. Басқа жоқ. Сондықтан бірінші екінші орын жағдайы біраз мәселені шешіп қойды деймін. Енді біздің мақсат орын алу емес еді, қатысып, сәлде болса ойға бір нәрсе түйеді. Сондықтан ақырғы сұраққа да кезек берейік. Ақырғы сұрақтың тақырыбы пойыз оқиғасы деп аталады. Пойыздағы нұрлы жүзді қарияның оқиғасын ескесіңдер ме? Естіпесіңдер, онда бірге оқып көрейік. Ол соншалықты дәрежеде ғибратқа толы біздің баршамыздың өмірімізге тиісті екені сөзсіз. Бір күні пойыз жүрер алдында ескертуші соңғы дабылын соғады. Нұрлы жүзді ақсақалдың басқасының барлығы өз орындарына жайғасып алған еді. Қария кешігіріп, асықсып пойызға кіріп келеді. Кірсе, бос орындар адамдар уже иеленіп алған екен. Қария вагонның бірінші бөлмесіне кіріп қараса, жас балалар бір-бірімен ойнап шулап жатқан екен. Ақсақал сәлем беріп олармен аман саулық сұрасады. Даусын шығармай. Аман саулық сұрасады. Балаларын жылы шырайлы танытып қарсы алады. Қария олармен бірге отыруға рұқсат сұрайды. Сонда балалар былай дейді. Сіздей жоғары мәртебелі адамды басыңызға көтеріп алар едік. Бірақ біз балалық жасап ойнап күліп ұрсып таласамыз. Сіздің мазаңызды алып қоямыз ба деп ойлаймыз. Сіз бұл жерде жақсылап демала алмайсыз. Сондай-ақ сіз болғаннан соң біздің де ерегіміз шекараланып, еркін ойнай алмай қаламыз. Сондықтан келесі бөлмеге өтсеңіз, онда сізді кез келген жерге жайғастыратынына сенеміз деп шығарып салады. Ақсақал екінші бөлмеге қарай бет алады. Қараса, ол жерде орта мектепті бітіріп жатқан 3 жас жігіт болады. Қолдарында тригонометрия сызғышы, есептеуіш құралдары бар екен. Олар математиканың есепті шешіп, физика теориясында тартысып жатқан болатын. Ақсақал олармен сәлемдесіп, олармен бірге отыруға рұқсат сұрайды. Оларды да жақсы қарсы алады, бірақ бірге отыру мәселесіне қиналады. Сізбен бірге сұхбаттасу қандай ғанибет, бірақ көріп тұрғаныңыздай біздің қолымыз тимей жатыр. Пікірталасудың сезімге беріліп, дауыстарымыз қатты көтерілуі мүмкін. Сізге кесіп тигізіп алмай деп емтиханнан құлап жүрмейік тағы дейді. Сондықтан басқа бөлмеге барғаныңыз дұрыс. Онда сізді қарсы алмайтын адам жоқ шығар дейді. Қария жарайды деп басқа бөлмеге бет алады. Келесі бөлмеге келсе, онда бал айын өткізіп жатқан 2 жас жұбайының үстіне түседі. Ол жерде романтикалық әңгімелер мен ойын күлкі болып жатыр. Ақсақал әдеттегідей сәлем береді. Жастар ақсақалды жақсылап күтіп алады. Қария сол жерде бос орын сұрағанда, олар «Қанекей, сізбен бірге барсақ, бірақ көріп тұрсыз, біз әшел айын өткізіп жатырмыз. Жақсылап дем алуға, сіз бізге кедергі жасап қоюымыз мүмкін.
Сондықтан айып етпейсіз, жастарды дұрыс түсінесіз деп ойлаймын деп шығарып салады. Кезектегі бөлмеге кірсе, 30-дар шамасындағы 2 кісінің үстінен шығады. Олардың қолдарында бір карта секілді сызбаларды көрсетіп, болашақтағы бизнес жоспарларын кеңейту жайлы кеңесіп жатыр екен. Қария олармен сәлемдеседі, қарияны қошеметтеп төрге отырғызады. Қария ақ батасын беріп болған соң, олармен бірге балығын сұрағанда, жақсы болар еді, бірақ көріп тұрғаныңыздай, біз кәсібімізді енді ашып жатқан кәсіпкерлеріміз. Біздің барлық ой пікіріміз соның төңірегінде, сондықтан басқа бөлмеге барып көріңіз деп шығарып салады. Дәл осындай жағдайлармен ақсақал соңғы бөлмеге де келіп жетеді. Ол бөлмеде бір отбасы жайғасқан болады. Бөлмеде ешбір бос орын жоқ. Қарт олармен сәлемдеседі. Олар сәлемін қабыл алып, оны ішке шақырады. Қария олармен бірге жолсерік болуын өтінеді. Ол отбасы оны қуана қабылдап, әкесі балаларының бірінің үстіне бірін жайғастырып, ақсақалға орын босатып береді. Көрсеткен құрметтеріне риза болады. Аллаға шүкіршілік айтады, ақсақал шаршап орынға отыра кетеді. Сөйтіп, жолда пойыз бекеттердің біріне тоқтайды. Онда дайын тамақтарын сатушылар алып келеді. Қария сатушыны шақырып, отбасы мүшелерінің барлығына қалаған тамақтарын өз есебінен алып береді. Басқа бөлмедегілер ақсақалды өздерімен бірге отырмағанына өкіне бастайды. Келесі бекетте балаларға балмұздақ, шырын сусындар алып береді. Оны көрген басқалар одан бетер өкіне бастайды. Бекер бізбен бірге отырғызбаған екенбіз деп. Келесі бекеттерде балалардың сүйікті газет журналдары келеді. Оларға да қалаған газет журналдарын алып береді. Қабылдамаған жолаушылар өкініштері ұлғая береді. Бір кезде пойыз бір үлкен керемет қалаға келіп тоқтайды. Онда жан-жағын әскерлермен айнала гүлдерге толған, бүкіл қала салтанатпен қонақты күтуге шыққан екен. Ұзақ өтпей пойызға бір генерал шенді адам кіріп, ешкім орындарынан қимылдамасын. Тек президенттің мәртебелі қонаға алдымен түссін, кейін қалғандары сөйледі деген бұйрық бар еді. Елбасының қонағы еш жерге сыймаған нұрлы жүзді ақсақал еді. Генерал ол кісінің түсуін сұрағанда ол да қабылдамай қояды. Ол кісі өзімен бірге келген отбасын тастап ешқайда шықпайтынын, оларға құрмет, оған көрсеткен құрметін оларға көрсетпейінше ешқайда шықпайтынын айтады. Елбасы ол кісінің ұсынысын қабылдап, салтанатты түрде күтіп алады. Сол кезде басқа жолаушылардың өкініштен өзектері өртеніп, күйе жаздайды. Бірақ кейінгі өкініш еш пайда бермейді. Елбасы оларды 3 күн күтіп, сый-сияпат беріп, қаланы аралатып, үйлеріне шығарып салады. Яғни бұл қиссаның естігеннен соң бәрімізге мынандай сауал қоюға тура келеді. Бұл нұрлы жүзді ақсақал кім? Яғни бұл оқиға осымен нені меңзепті? Өмірдің белестері айтылады. Жаңағы ақсақал адам ретінде келгенмен, бұл әрбір адамның өмірінде кездесетін нәрсе болатын, қонаққа келеді. Бірақ белгілі бір жағдайлармен оны шығарып салып жатамыз. Осы не нәрсе жасырылды, сол ақсақал менің несі болып тұр, символы болып тұр деген сұрақ. Сұрақ түсінікті ма? Жалпы не іздеу керек екендер? Өмір кезеңдерінде кездесетін нәрсе
dürüst cevap, onlar dürüst cevap veremezse üçüncü orada alıp bir şans var. Onu bile çevireceğiz. O da değil. Yang surat tanah itu bu variantlar öğrençke oraya. Gelmedi. Başka variantlar kanday variant çıktı degen variantlar kırgın yok, sebep. Kıbrata degen bir yangi variantlar eden, Beşte degen variantlar eden. Yedek şartlar ötedi. Başkasını böyle. Nesbe degen de ayta olur. Başkalarında eşit tarafayım adam aynı böyle. Dostlar. Olha você tá falando merda. Oi, Zolasa. Жалпы балалық шақ кетті, сынып бітіріп аттық, үйленіп аттық, жұмысқа кірістік. Бәрінде де өміріміздің бәрін дүниеге арнадық. Бірақ бұл шал негізінде дін мәселесінде еді. Дін еді ол. Дін деп тапқан дұрыс барады болады. Сондықтан дін әр уақытта бізден келеді. Бірақ өкінішке орай барлығымыз дүние мәселесін алға қойып, оны шығарып салып жатамыз. Пенсияға дейін барамыз. Сонымен ақыр өлерімізді біліп сол ойда дін мәселесіне кірісе бастаймыз. Сондықтан дін мәселесі бұл ғибрат болады, әңгіме үстелін алға. Әрбір адам бейде қарамау керек. Сонда жаңағы президенттің қонағы болуға лайық боласыңдар. Bir параққа соңғы пікірлерімді жазып шығарып саламыз. Ол шал әшейін же, ой, образға шейін шал деп алған, образ шал. Ойдан құратын шығарған. Олайдан жеткізгенде прям ойдан. Poyuz оқиғасын берді. Ақсақал poyuz оқиғасы, бір ауыздан poyuz оқиғасы үздік сұрақ тоқталып. 11-ге дейін. Үздік ойыншы деген мәселеге кіреміз. Әрине үздік ойыншы бұл бір турнирмен шектелмейді. Менің нем бойынша, не бойынша Нұрсұлуда екі дұрыс вариант бар еді, Досымбекте екі вариант бар еді, Айсұлуда екі вариант бар еді. Бұдан алын ең озып кеп жатқанда сол екі
Bugün onlar içinde Ayzu bir variant çiğnep, Begal bugün 2 variant çiğnep. Çocuklar en üzdük oyuncu degen nominasyada 3 Opay Ayzu yani Allah çocuklar. En üzdük oyuncu'nun marabattayız. Sıralım marabatta oyuncu değil. Kaysay Sulu, Kaysay 11 cek var. Oranmayız. Да, şabalakta. Nема hocam bizga qaranglar. Ne bo'lsa da o'z 2014-yil turniring eng uzun o'yin sahnalarning tarixida. Tak, 3-o'rin. O'sib talasib yurib 15 boy jinab ketgan 10-sinf komanda o'zim fikrimni aytib berasan. O'yin jayli jalpi asir jayli qisqacha. O'yin keremet o'tdi deb esepteyman. Asirisi men eng o'yinni unagan jeri javobni berib bo'lgandan keyin sol javobni kutib vaqt. Javobni olib jetganmiz asir. Javob kelishdi komandadan qatnashmaydi deb o'tdi. Qatnashamiz. Boshqa komanda jinab kelasiz deb o'yladim. Olay qalasa amaçlıq bo'lsa, sol kunga o'tkazdik. Ikkinchi o'rin. Ashroza o'rta maktabining Akbar Mamonov intellektual o'yinda ikkinchi o'rin olgan uchun 9-asl komandasi g'alaba qildi. Sen esqal javob kelishdi. Неге? Бұл ойынға қатысқаныма ризамын, біздің топта риза. Бұл ойын бізге қатты ұнады және бұл ғибратты да өте мағыналы ойын болып табылады. Әр ойында біз өзімізге қажет нәрсені ала білеміз. Және бұл ойын не дейміз? Жалғаса берсін. Иә, өмірі ұзағынан болсын деген сияқты ғой, сол сияқты тілек айтамын. Onda o'yinning turnirning deb aytsak da bo'ladi. Jeng'ipozi o'zining allamda jasirmay yurgan 11-sinf komandasi diplommen jayna Ausmal klub bilan marofatdaymiz. Komanda kapitani Tayins na klubda ben bilmeyim bir yıl saklay alasın ama saklayamayısın. Жауап Edesindер. Ендігі жылы мамыр айында турнирде неде тұрса болды бізге. Анам аты жөнін жазу керекпіз. Төрт жетіне десекші. Сіз қиналғандар өзі сақтап береміз. Так, жалпы Ақмерейдің ойын, бүгінгі ойын жайлы, жалпы Брежневтің жайлы қысқаша. Бүгін біз өте қуаныштымыз және толқулы сәт болды. Бүгінгі бір ойын сайысы өте өз деңгейінде өтті деп есептеймін. Және де шыны керек бірінші орын алғанымызға өте қуаныштымын және мен сенімді болғанмын. Біздің командамызда өзімізге сенеді. Ал басқа класстарға осы біздің жолымызды қоя берсін, кубокта ала берсін деп тілеймін. Рахмет сізге. Жоқ болады, ондай өріс жоқ па? Жалпы эпизодға қарап бөлеймін. Бірінші жыл қатыссақ та бірінші орын алып кетіп ырзамыз, тарихта орнымызға батыр деп есептеймін ашшылық тарихында. Жалпы 11-сынып сендерді біздің есімізден шықпайсыңдар деп ойлаймыз. Қатысқандарыңа келіп, бізбен бірге өз әсерлеріңді, өз көңіл күйлеріңді, өз ойларыңды бөлісіп, осының аяғына дейін атсалысқандарыңа мен де өз атымнан рахмет айтамын. Жеңістерің құтты болсын. Бұдан да үлкен жеңістерге жетіп, жеңімпаз болғанын өмірімде қоямын. Ал жалпы пікір бітті, орындар марапатталды. Мен
пікір айтып көріп ішінде қандай қатып бара жатыр дегендер болса сөз берейік. Болмаса барлықтары 11 жыластың қолын алып Жұғысы болсын деп бірінші деп шығарып салайық. Тағы да өтсік болсын. Бірейік осымен аяқталды. Аманшылық болса, егер дұғалары қабыл болып жатса, осы жерде жүрсек, ендігі жылы дәл қыстан кейін жалғасады. Себебі көктем мен күзде көз айларында өзі апталықтар бар, нелер бар, сол арқылы әшейін кішігірім бір күндік турнирлер өтеді. Ал бұл ұзақ турнир келесі жылы сол уақытта жалғасады. Сол кездерге жеткізгей деп аяқтаймыз. Рахмет. Tamam da.